Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелер мен толғақты түйіндерді тіліне тиек ететін көкейтесті каналының оқырмандары, бір елдің дамуында, бір өңірдің өркендеуінде жол айрықша маңызды рөл атқарады. Қатынасы іркіліссіз, жолы жақсы елдердің экономикалық дамуы да тез болады. Бұл әлемдік тәжірибе дәлелдеген ақиқат. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері осы жол мәселесіне айрықша назар аударып келеді. 30 жылдан бері еліміздің әр өңірінде әртүрлі жолдар жасалды. Дегенмен осы жолдардың бәрі керемет, сапасы жақсы, халықты игілікке кенелдіріп жатыр деп айта алмаймыз. Өйткені Қазақстандағы жемқорлыққа байланысты, әсіресе жолдың сапасына кепілдік ету мерзімінің қысқалығына байланысты әр өңірдегі жолдар әртүрлі деңгейде, әртүрлі сапада салынып жатқаны барша жұртқа мәлім. Ең маңыздысы, Қазақстанда құрылысы уағында бітпей ұзаққа созылған, сақалды құрылыс саналған. Керек десеңіз, құрылыс жұмыстар 5-6 жылға дейін жалғасса да, әлі күнге дейін бір жолды толық салып бітіре алмай жатқан өңірлерде аз емес. Соның бірі Қазақстандағы екі айрықша маңызды қала Астана мен Алматыны жалғап тұрған күре жол десек артық кетпейді. Қарағандыдан Балқашқа дейінгі, Балқаштан Буырылбайталға, одан ары Алматыға дейінгі жол жасалады деген кезде бүкіл жұрт қуанған. Өйткені қазіргі жұрт ұшақпен ұшып, пойызға отырып, діттеген жеріне жетіп жатқанымен күре жолдың қашанда маңызы бөлек. Әсіресе Қазақстанның екі ірі қаласының арасын жалғап тұрған Алматы-Астана күре жолы ел экономикасы үшін алғанда айрықша маңыз алатын жол екені көпке мәлім. Бірақ осы жол жасалып жатқанына 5-6 жылдан асқанымен құрылыс жұмыстары төрт тұрманы түгенделіп, бүгінге дейін толық аяқталған жоқ. Оның үстіне құрылыс жұмыстарының ұзақ уақытқа созылуына байланысты осы жол бөлігінде жол апаты да жиі туылып тұрады. Мәселен, биыл наурыз айында құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатқан Қарағанды-Алматы бағытында жеңіл автомашина жүк көлігімен соқтығысып, 4 адам қаза тапса, мамыр айында дәл осы жолда көлік апатынан тағы 5 адам қайтыс болған. Бұл деректі басқа емес премьер-министрдің өз айтқан болатын. Ал осы Астана мен Алматы арасындағы күре жолдың құрылыс жұмысы ұзаққа созылып, уағында бітпей жатқанына біздің президентіміз бір емес, 2 рет тоқталып, айрықша тапсырма берген. Мәселен, 2022 жылдың қазан айында президент Қасым-Жомарт Тоқаев Балқаш қаласы арқылы өтетін жолдың құрылысы өте баяу жүріп жатыр, мерзімі қайта кейінге қалуда, өкімет Қарағанды, Балқаш және Балқаш-Буырылбайтал тас жолын келесі жылы салып бітіру керек деп тапсырма берген еді, 2022 жылы. Бірақ 2023 жылы бұл жолдың құрылысы аяқталған жоқ. Яғни президенттің тапсырмасы уағында орындалмай қалды тағы да. Сосын биыл жыл басында үкіметтің кеңейтілген отырысында мемлекет басшысы аталған жолдың құрылысы жұмысына тағы тоқталып, еліміз үшін айрықша маңызды Астана-Балқаш-Алматы тас жолы әлі күнге дейін жөнделіп біткен жоқ. Құрылыс 2017 жылдан бері жүріп жатыр. Республикалық маңызы бар Атырау-Астрахан, Ақтөбе-Қандыағаш, Талдықорған, Өскемен жолдарының жөнделіп жатқанына 5 жылдан асты. Биыл осы жұмыстар бір жолата аяқталуға тиіс деп қайталай тапсырма берген болатын. Бірақ президент қайта қадағалап айтқанымен жолға қатысты мәселелер бірден шешіліп, құрылыс жұмысы қарқын алды деп айта алмаймыз. Баяғы жартас, бір жартас дегендей, біздің пайымымызша жол салушы компаниялар президент айтса сасады да, аз күннен кейін әуелгі әуеніне қайта басады. Яғни жолға қатысты мәселелерден қазірге дейін әлі ештеңе
өзгерген жоқ деп айтуға болады. Өйткені дәл осы Алматы мен Астана арасындағы күре жолмен мен биыл 2 мәрте жүрдім. Бірі шілденің аяғы, тамыздың басында, енді бірі қыркүйек айының соңғы мезгілінде. 2 ретінде де өз көлігіммен барып қайттым. Біз сол 2 реткі сапарымызда да күре жолдың көп өңірінің әлі толық бітпегенін, күре жолдардағы асфальт жабындылары төселгенімен, жолдың ортасындағы темір бөгеттер, жолдың екі жағындағы құрылыс жұмыстары әлі біраз уақыт істелетінін байқап қайтқан болатынмын. Сосында осы сапардан келе салып Қазақстан Республикасының көлік министрлігіне арнайы хат жазып, жолдың неге толық бітпей жатқанын, жол бойында дәретханалар, жолаушылар тынығатын орындар неге толық салынбағанын сұрап, журналист ретінде хат жолдап едім. Олар маған ең әуелі мынадай жауап қайтарды. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, биылғы жылы Астана-Балқаш-Алматы жолын қамтыған жалпы ұзындығы 2000 шақырым республикалық маңызы бар автожол жұмысын аяқтау қажет. Бүгінгі таңда 2000 шақырымның 1915 шақырымында автокөлік құралдарының қозғалысы жаңа асфальт қабатымен қамтамасыз етілді. Астана-Балқаш-Алматы бағытындағы тас жолда биылғы жылдың соңына дейін құрылыс жұмыстары аяқталып, толығымен көлік құралдарының қауіпсіз қатынауына қозғалыс ашылатын болады деп жауап жазылды. Осыдан кейін көп өтпей, тамыз айының соңында бақ беттерінде Қарағанды-Балқаш күре жолының алғашқы 4 жолағы ашылды деген тақырыппен Қарағанды қаласынан Ақбастау ауылына дейінгі аралықта жаңа асфальт төселді. Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін тосқауыл қоршауы орнатылды. Күре жолдың жалпы ұзындығы 363 шақырым деген ақпарат тарады. Бірақ мұның да шындыққа сәйкес келмейтінін біз аталған жолмен Алматыға 2-ші рет сапар шеккенді, яғни 20 қыркүйек пен 25 қыркүйек арасында дәл осы күре жолмен жүрген кезде байқадық. Яғни министрлік 4 полосалы жолда толық көлік құралдары қатынап жатыр деген мәлімет айтқанымен, Ақсу Аюлыдан ары қарай сонау Балқашқа дейінгі аумақта автокөліктердің әлі де бір бағытта, яғни ортаға сызылған ұзын сызықты шекара етіп бір бағытпен жүріп жатқанын өз көзімізбен көріп қайттық. Оның үстіне жол шетіндегі құрылыс жұмыстары аяқталмаған, яғни жолдың екі жағына орнатылатын темір қорғаныстары, сондай-ақ жолдың ортасына орнатылатын жарықты тосатын қалақшалар мүлде орнатылмаған. Енді бастап орнатудың қамына кірісіп жатқанын байқадық. Ең маңыздысы сол Қарағандыдан Балқашқа жеткенге дейінгі аралықта жол шетіне салынатын дәретханалар, жолаушылар тынығатын аялдамалар салыну керек еді жоспар бойынша. Бірақ олардың бірде-біреуі қолданысқа берілмеген. Ары бері өткен жолаушылар жолдың шетіне бұрылып, бұта бүргенді паналап жүргенін біз сол кезде өз көзімізбен көріп қайтқан болатынбыз. Бақ беттерінде жарияланған Қазавтожол акционерлік қоғамының деректеріне сүйенсек, орталық оңтүстік жол дәлізі бойында 42 демалыс орны және 23 қызмет көрсету станциясын салу жоспарланған. Яғни Астана мен Алматы арасындағы күре жолдың бойында 42 демалыс орны, 23 қызмет көрсету станциясы болу керек еді. Бірақ біз жүрген кезде жоғарыда айтқанымыздай жолдың бойында жаңадан салынып пайдалануға берілген мұндай көп қосалқы құрылыстарды байқай алмадық. Көлік министрлігі болса бізге берген жауабында аталған демалыс аймақтары мен санитарлық гигиеналық тораптардың құрылысы орталық оңтүстік автодәлізін жасау шеңберінде жүргізілуде, жұмыстарды аяқтау биылғы жылдың соңына дейін жоспарланған деген жауап берді. Бірақ мен білгенде дәл осы жол бойындағы 42 демалыс орны мен 23 қызмет көрсету пункті биыл жылдың соңына дейін пайдалануға берілмейді. Яғни министрлік тағы да бұл жерде өтірік айтуға мәжбүр. Өйткені Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2023 жыл айтылған тапсырмасы 2024 жылда толық аяқталмайын деп тұр. Оның үстіне ұзаққа созылған жолдардың алды тоза бастаған деп айтуға да болатын секілді. Демек біздің жолдардың ұзақ уақыт салынғанына қарамастан сапасы да көңіл көншітпейді. Тек Алматы-Астана арасындағы күре жолда ғана емес, Қазақстанның көп өңірінде салынған күре жолдарда дәл осындай мәселелер бар екені жасырын емес.
біз осы ретке министрлікке жазған сұрауымызда Астана Алматы автожолын салуға қанша қаржы жұмсалды, неге құрылыс жұмысы 7-8 жылға созылып кетті деген сұрауымызға автодәліздегі жобалардың ортақ құны 603 миллиард теңгені құрайды. Бүгінгі таңда орташа есеппен 450 миллиард теңгеге жуық қаражат игерілді. Бұл жолдарда ешқандай жемқорлық жағдайы тіркелген жоқ. Құрылыс жұмыстарының ұзаққа созылып кетуіне бастысы құрылыс материалдарының бірнеше есе қымбаттауы, сондай-ақ ортадағы пандемияға байланысты кейін шегінгені себеп болды деген сияқты уәж айтқан. Шын мәнінде Қазақстандағы жол салу жұмысына қатысты ең басты мәселе жемқорлықпен қатысты екенін басқа емес мемлекет басшысының өзі айтқан. Өйткені біздің елде жол салатын компаниялар сол жолдың сапасын емес, сол жолдан түсетін қаржысын көбірек ойлайтынын біздің депутаттар да мінберден бірнеше рет айтқан. Мәселен, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев биыл ұлттық құрылтайдың Атырауда өткен жиналысында жол мәселесіне тоқталып, автокөлік жолдары елдің экономикалық және әлеуметтік тыныс тіршілігінің күре тамыр екенін баса айта келіп, негізгі қалаларымыз бен аймақтарымыздың арасын сапалы жолдармен жалғау маңызды. Қайталап айтамын, сапалы жолдармен. Ашығын айтайық, жолдардың сапасы сын көтермейді. Әрі бұл мәселе жиі көтеріледі. Жол сапасының нашарлығына қатысты халықтың наразылығы орынды. Оның себебі көп. Ең бастысы саланы жемқорлық жайлаған деген болады. Әрине, президенттің айтып тұрғаны орынды. Халықта жолдың сапасыз болуының, жол жұмысының ұзаққа созылуының басты себебі жемқорлық екенін әбден түсінеді деп ойлаймын. Бұл мәселені еліміздің парламент депутаттары да биік мінберден көтеріп келеді. Мәселен, мәжіліс депутаты Қазыбек Иса еліміздегі жолдардың сапасына тоқталып былай деген еді. Сөзіміздің соңында дәл осы Қазыбек Исаның айтқанымен түйіндегіміз келіп отыр. Өйткені жалпы Қазақстандағы жолдың мәселесі осы халық қалаулысының ашына айтқан сөзіне сыйып жатыр. 21 ғасырда Еуропадан шыққан көліктер Қазақстанға келгенде 19 ғасырға түсіп кеткендей күй кешеді. Жол мұраты жету десек, Қазақстанның сапасыз жолдарымен жүргенде бұл мақалды ұмытып қаласың. Ел жағдайын жол жағдайына қарап білетін болсақ, біз Африкалық Кения мен Танзаниядан да кейін қалдық. Әлемдік рейтингте 93 орында тұратын біздің жолдың сапасы Уганда мен Эфиопиядан да төмен бағалануда. 2007 жылы басталған Батыс Еуропа, Батыс Қытай жобасы әлі толық біткен жоқ. Бұл жоба осы уақытқа дейін 4 рет несие ұзартқан. Жол сапасының нашарлығының тағы бір себебі біздің елде бетонның тапшылығынан. Мұнаймен мақтанатын елде жыл сайын 200 тонна бетон жетіспейді. Біздің елде жөнделген жолға 3 жыл, жаңа салынған жолға 5 жылдық кепілдік беріледі. Бұл 15-20 жыл, тіпті 25 жыл кепілдік берілетін Еуропадан 5 есе аз. Бірақ мемлекеттік мекемелер мен компаниялар 3 жыл сайын жолға ақша бөлдіріп отыру үшін осындай саясат ұстанады. Біздің елде жол жөндеуге жыл сайын 500-600 миллиард ақша бөлінеді. Бір шақырым жолдың құны 600-700 миллион теңге. Бұл Еуропаның бағасынан 2 есе қымбат. Сонда Еуропа 2 есе аз ақшаға 5 есе сапалы жол жасайды. Керісінше айтсақ, біздің елде 2 есе көп ақшаға 5 есе нашар жол салады. Қазақстанда жолдың сапасын арттыратын полимер қоспасы бар. Бірақ оны компаниялар қоспайды. Неге? Себебі оларға жолдың сапалы болып, ұзақ уақытқа шыдағаны қажет емес. Жолға бөлінетін миллиардтаған ақша қажет. Біздің елде жолға ақша құйыла бастаса, жолға қатысы жоқ жемқорлар жиыла бастайды. Әр салада өз маманы отыру керек. Бірақ бізде су саласында суды, жол саласында жолды білмейтіндер отыр. Жол сапасының нашарлығы, жол апатында қайтыс болғандар санының көбеюінің де басты себебі. 52 мемлекеттің арасында Қазақстан жол апатынан қаза табу көрсеткіші бойынша бірінші орында тұр деп биік мінберден ашына айтқаны бар. Әрине, жол салу жұмыстары мен
жол сапасы жайлы айтар сөздің түйіні де осы. Астана-Алматы күре жолының құрылыс жұмысы уағында аяқталмай, сақалды құрылысқа айналып кетуі де президент айтқан себептер мен депутат айтқан деректермен тығыз қатысты. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Жолдарыңыз ашық, пәле-қаза қашық болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай.